Сәлем достар, бүгін сіздерге мен 9 айлық баланың дамуы туралы айтатын болам. Достар, ақпарат тыңдамас бұрын арнама жазылып алыңыздар, себебі бала дамуына байланысты сіздерге түрлі қызықты, пайдалы ақпараттар бар. 9 айлық баланың дамуы, жеке психикалық дамуы, физикалық дамуы, жалпы тамақтануы, күн тәртібі қалай болмақ, сол туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Жалпы баланың салмағы 10 килограммға жуық, кейбір балаларда 8 килограммнан аса, кейбір балаларда 9 килограмм аса енді. Бірақ көбіне көп 10 килограммға жуық болады баланың салмағы. Ол баланың дене ұзындығы болса бұрынғы 8 айлық кезінен 1 сантиметрдей ұзарады, яғни баланың бойы да өсіп келатыр, бала күн сайын өсіп келатыр. Баланың физикалық енді дамуы қандай болмақ, физикалық дамуы бала еңбектей бастайды. Бала жалпы неге 8 айынан бері еңбектей бастайды, бірақ 9 айында ол кейбір енді мықты балдар, елгезек балар сол 8 айында аяғына тұруы мүмкін. Егер 8 айында еңбектемей 9 айында еңбектеп бастап жатса, ол да жақсы. 9 айында балдар тізесіне немесе аяғына өздігінен заттарды ұстап тұруы мүмкін. Бірақ біз көмектеспейміз. Ата-анасы қолынан ұстап жүргіздіруге, жетектеуге болмайды. Себебі тазы қисайып кетуі мүмкін дегендей, бала өздігінен диванды ұстап тұруына болады, столды ұстап тұруына болады. Бірақ өзі тұруы керек. Яғни өздігінен аяққа тұру керек. Ходунокқа отырғызып, болмаса қолынан тіреп тұрып, жүр тәй-тәйлатып, оны баланы қинап қажеті жоқ, шыны керек. Ол өздігінен тұрып жүрсе болады. Өздігінен кейбір балалар тізерлеп тұрады, мысалы 9 айлығында. Кейбіреулер аяққа тұрады, сәл тұрады да кейін құлап қалуы мүмкін, мысалы кейбір балалар. Кейбір балдар енді 9 айынан бастап кішкене ұмтап бітіп аяққа нық тұрмаса да кішкене тырмысады дегендей. Сондай, мысалы 9 айлық балада сондай физикалық даму жүріп жатады. Кейбір балдар артпен еңбектей бастайды, алдымен емес. Енді әр балада даму әр түрлі. Егерде 9 ай болып әлде балаңыз еңбектемесе, онда міндетті түрде массаж курсынан өтуіңіз керек, болмаса өзіңіз жайлап сол ютубтан көріп массаж жасай бастауыңыз керек. Себебі 9 айлық бала енді ең болмағанда еңбектеуге әрекет жасау керек. Тұрып, жаңағы еңбектеп барып отыра алады өздігінен. Жатса, бүйтіп емесе отыра алады дегендей, өздігінен отыра алады ол. Онсыз да отыру керек 9 айлық бала өздігінен. Одан кейін жеке психикалық ахуалы қалай болады, балада әр түрлі эмоциялар пайда бола бастайды. Бала егер тамақтанғысы келмесе, ұйқысы келмесе, қатты анасына талпына бермейтін болады. Бұл кезде бала әр түрлі заттарды зерттей бастайды. Кез келген нәрсені аузына салғыш болады, ойыншықты болсын, затты болсын сала береді, зерттеп жатыр ғой. Қолмен ұстап көреді, қай заттың қай жерде тұрғанын бақылап, ұзақ сонар бақылап қарап отыру мүмкін. Қоқымдарды майды жерге жіберген кезде қоқымдарды аузына сала бастайды. Осы кезде балаға мұқият болу керек, себебі ол кішкентай қоқымдарды алып, сіздің көзіңізге тіпті көрінбейтін қоқымдарды алып, аузына салып қою қаупі бар. Сол себепті кейбір ата-аналар баланы мынандай төртбұрышты нәрсеге салып қойып жатады. Кейбіреулер енді көз алмай қарап отырады дегенде, енді бұл жерде енді әр ата-ананың өзінің жауапкершілігіне саяды. Егер қарап отырсам десеңіз, қарап отыруыңызға болады. Бұл жерде енді балаға шынымен де мұқият болу керек. Тірлігіңіз болып, тағы бір нәрсе істеу керек болып, балаға жалғыз өзіңіз қарап жатсаңыз, онда баланы төртбұрышты қазіргі кезде заттар көп, мысалы төртбұрышты ұзындығы бір, енді балаңыз еңбектеп жатса, ішіне зат толтырып қойсаңыз да болады, өзіңіздің бөлмеңізге лайықты сондай бір заттар алсаңыз болады, яғни баланы қоршап тұратын, бала аузына бірдеңе салып қоймас үшін. Егер бір тірліктеріңіз болып жатса, болмаса балаңызды қасыңызға қойып, сол тірлігіңізді жасауыңызға тура келеді. Себебі балаға
өте мұқият болу керек, мұқият қарап отыру керек балаға бұл кезде. Себебі бала өте жылдам, бұл кезде кез келген нәрсені аузына салып қою қаупі бар. Бала айналадағы заттарды қатты зерттеп, мына мысалы бір кастрюль болса, кастрюльдің қақпағын ашып, өзі мысалы бір пластмасс кастрюль болса, ол ашып, өзі жауып, өзі аша алады. Ішіне заттар сала алады бала. Баламен егер осы уақытқа дейін ойын ойнамасаңыз, оны әртүрлі ойын түрлерін оған жайлап үйрете берсеңіздер болады. Достар, осы ойын түрлеріне байланысты менің арнамда әлі де талай қызықты видеолар болады. Сондықтан арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Себебі қазірден бастап баланы біз ұсақ моторикасын дамытуымыз керек. Ұсақ моторикасын, яғни оның қолмен ойналатын түрлі ойындар бар. Балаңыз қазір қатты активті ойын түрлерін ойнамайды ғой, енді ғана еңбектеп бастап жатыр ғой. Сондықтан де ұсақ моторикасын дамытуымыз керек. Ұсақ моторикасын дамыту арқылы, яғни қолмен түрлі ойындарды ойнату арқылы оның ертеңгі күнде жақсы сөйлеуін дамытамыз. Негізі 9 айлық кезінде баланың атын атаса бала қарау керек. Көп адамдар маған сұрақ қойып жатады, бала қанша жаста қарау керек атын атаса деп. 8 ай, 9 айында бала қарау керек атын атаса. Атын білу керек бала. Бала осы кезде әртүрлі дыбыстарды шығару керек. Яғни бала сөйлей алу керек. Сөйлей алғанда буындап сөйлейді ғой енді бұл кезде бала. Та дейді, тыс дейді, ла деп айтуы мүмкін, болса папа деп айтуы мүмкін. Яғни буын күйінде айтады. Болса кейбір балалар мама деп айтып қалуы мүмкін. Себебі сіз онымен сөйлесу барысында мама деп айтшы, папа деп айтшы деп көбірек айтуыңыз мүмкін. Болмаса сіз жаңа баламен сөйлесу барысында ол да неше түрлі дыбыстарды, буындарды шығарады. Буындары оның тіпті кейбір буындары сөз түрінде шығып кетеді. Осындай кезде 9 айлық баланы жайлап бақылап қарасаңыз, егер сіз оның іште жатқан кезінде сөйлессеңіз баламен, яки болмаса туыла салып туылған кезінде сөйлессеңіз, бала бәрін түсінеді, біледі, сезеді. Сіз ойлайсыз, оны түсінбейді, білмейді, сезбейді деп. Бірақ бала бәрін түсінеді, сезеді, әртүрлі реакциялармен жауап береді, және де дыбыстармен бала жауап бере алады. Балада осындай даму ерекшеліктер болады екен. Одан кейін баланың тамақтануы қалай болмақ? Баланың тісі шығып келе жатады, кейбір балалар шығып қоюы мүмкін, кейбір балалар осы 9 айында шығуы мүмкін, Сол кезде біз оған нан бар ғой, нанды беруімізге де болады осындай кезде, осы 9 айында. Әртүрлі қытырлақтар болады, қытырлақ қатты қытырлақ нәрсе болмай, сәл жұмсақтау нәрсе беруіміз керек. Қолына бір нан ұстатсақ болады, кішігірім өзі жей алады. Ұсақ заттарды қолына ұстатып қойсақ, осы кезде бала ұстап жей алады. Болмаса алдына шашып қойсақ, бала кәдімгідей теріп оны жей алады. Яғни өздігінен бала қолымен тамақ жей алады. Сұйық заттар жей алмауы мүмкін, ол кезде қасық ұстатып үйретеміз. Кейбір балалар 8 айынан бастап қасық ұстайды. Егер жақсылап қасық ұстатуды үйретсеңіз оған. Енді ұстай алмаса, амал жоқ, сұйық заттар өзіміз үйретеміз, бірақ қасық ұстай алу керек 8-9 айында бала жалпы негізі. Үйретуіміз керек біз оны ата-анасы ретінде. Бірақ қолмен жаңағы ұстап тамақтарды жей беретін болады. Балаға әртүрлі жаңағы көп не түрінде дейміз ғой, былайша қолына ұсталынатын заттарды кесіп, солай өз жей алатындай көлемде беруімізге болады. Бұл кезде тіпті ет өнімдеріне қосып жатады. Сүт өнімдеріне сүтті бермейміз бірден, болмайды, баланың асқазаны қорытамайды бұл кезде. Етті де мәйда фарш күйінде болады, мәйда титтей бір күні бір титтей бөлшегін салып жібересіз. Екінші күні кішкене екінші бөлшегін салып жібересіз. Титтей ғана нанның ұсағы секілді ғана фарш салып жібереміз. Болды. Екінші күні сонда екінші ұсақ салып жібереміз. Үшінші күні ұсақ салып жібереміз деген сияқты. Солай жайлап үйретеміз. Бірден етті салу керек дегендей ондай болмайды. Жайлап постепенно үйрету керек баланы етке де. Одан кейін сүт өнімдерінен ірімшік болады. Ірімшіктен кейін ірімшік, айран, енді 10 айдан бастап қоссаңыз дұрыс болады негізі сүт өнімдерін. 9 айында әшейін дәмін таттырсаңыз болады. Яғни бір дәмін таттыр, бір қасықпен әшейін дәмін таттыру есебінде. Одан кейін күн тәртібі жалпы ұйқы режимі қалай болады? Сол туралы айтайын. 12-14 сағат болады ұйқы режимі. Бала түнде оянбай ұйықтауы мүмкін.
күндіз екі түрлі уақытта ұйықтайды. Яғни азаннан түстен кейін кешке дейін ұйықтауы мүмкін. Бір сағат, 1,5 сағат, болмаса кейде 2 сағаттан ұйықтауы мүмкін. Баланың шаршауына байланысты. Қаншалықты қимылдағаса, көп қимылдаса, соншалықты көп шаршайды деген сөз бар ғой. Өздігіне еңбектесе, ол тез шаршап қалады. Ойын ойнасаңыз, баламен тез шаршап қалады. Әртүрлі эмоциялар көрсетсе, сөйлессеңіз, бала шыңғырса, айғайласа, таза ауада көп серуендесеңіз, бала тез шаршап қалады. Сол кезде 2 сағаттай, 1,5 сағаттай ұйықтауы мүмкін. Достар, бар беретін ақпаратым сіздерге осы. Көргендеріңізге рахмет. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар.